Сабақтың тақырыбы жүгіру ойындарына қатысу. 3 сыныпқа арналған. Сабақтың мақсаты уақытты, кеңістікті және бір қалыптылықты түсінетін көрсететін машықтарды және жүйелілікті дамыту және жетілдіру. Бағалау критерийлері: өз машықтарын дамыта алады, жүгіру ойындарына қатыса алады, ойын кезіндегі жүйеліктерді жетілдіреді. Ұйымдастыру кезеңі. Тақырып: көлеміндегі әрекеттері. Оқушылармен сәлемдесіп түгелдеймін. Спорттық киімдеріне назар аударамын. Сынып ішінде жарақаттанудың алдын алу үшін қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықты жүргіземін. Сергіту сәті. Мен қазақпын әніне ритммен жүргіздім. Дене қыздыру жаттығулары. Орнында жасалатын жаттығулар. Оңға, солға айналу жаттығулары. Жүру кезінде жасалатын жаттығу: аяқтың ұшымен, өкшемен, аяқтың сыртқы қырымен, аяқтың ішкі қырымен жартылай отырып, толық отырып жүру. Жүгіру барысында жасалатын жалпы дене дамыту жаттығулары. Оң қапталмен қолды алдыға айналдырып жүгіру. Кері бағытта сол қапталмен қолды артқа айналдырып жүгіру. Тізені жоғарыға көтеріп жүгіру. Өкшені артқа лақтырып жүгіру. Қолды белге қойып, аяқты алдыға қайшылап жүгіру. Артпен жүгіру. Тынысты қалыпқа келтіру. Оқушылар үлкен шеңбер бойынша тұрып жалпы дамыту жаттығуларын орындайды. Бағалау: оқушылардың тарапынан берілген ақпаратты мадақтау арқылы қолдау көрсеттім. Топ әдісі. Оқушылар топтың түсіне қарай топқа біріктірдім. Бірінші топ сұңқар, екінші топ тұлпар, үшінші топ қыран. Оқушылар командалық эстафетаны кезеңмен орындайды. Бірінші кезең 5 метр қашықтықта қойылған шеңберге топтарды бірінің артынан бірі жүгіріп келіп орналастырды. Екінші кезең конуста айнала допты алып жүріп жүгіреді. Үшінші кезең допты аяқ арасына қысып, оқушы мәре сызығына дейін секіріп келе әріптесіне допты береді. Ойынды бірінші бір команда, кейін екінші команда орындайды. Ойын соңында оқушылар бірін-бірі бағалайды. Аңшылар ойыны. Оқушылардың қызығушылығын арттырып, ойын арқылы сабақ арасында сергіту сәтін жүргіземін. Кері байланыс. Көңілсіз қызықсыз болды. Көңілді қызықты болды. Сұрақтарым бар. Тақырыпты түсіндім. Сабақта берілген тапсырмаларды орындадым. Жаңа мағлұматтарды білдім. Бағалау. Бағдаршам әдісі арқылы әр оқушы бағаланады. Бағдаршам әдісі орташа, жақсы, өте жақсы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.